Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Үшінші тарау. Жақсы ойлар және аффирмациялар. Оқырмандарымның біразы менің не ойлап, не айтқанымызды, сенімдеріміз бәрі бізге әсер етеді деген пікірде екенімді біледі. Осы айтқандарым өміріміздің қандай бағытта дамитынын көрсетеді. Ғалам әрбір ойымызбен айтылған сөзімізді тыңдап тұрып үн қатқандай сезіледі. Ғалам әрбір ойымызбен айтылған сөзімізді тыңдап тұрып үн қатқандай сезіледі. Мұндай байланыс өмірімізді жақсы жаққа өзгертуге мүмкіндік береді. Ойымыз бен сөзіміз үлкен күшке ие. Жақсы ойлап сөзімізді өзгертсек, өміріміз де өзгермек. Тек өткенімізді өзгерте алмаймыз. Балалық шағымда қандай қиындықты бастан кешсек те, дәл қазіргі сәттегі күйімізді өзгертіп, өмірімізді дұрыс арнаға бұруға болады. Мұндай тұжырым бізге қанат бітіп, еркіндік сыйлайды, ойға алғанымыз шындыққа айналады. Меніңше барлық проблеманы осы жолмен шешу керек. Әуелі ойымызды өзгертсек, өмірімізді де өзгертеміз. Қазір сүріп жатқан өміріміз өткеннің көрінісі. Өткен өмірімізде не ойласақ, елестетсек, соны сүріп жатырмыз. Сондықтан өмірімізде бізге ұнамайтын бір нәрсе болып жатса, келешекке арналған жаңа жоспарларды қайта ойластыруымызға болады. Қазір құрған жоспарымыз тез арада нәтижесін береді деуге келмес. Дегенмен келешекте өміріміз міндетті түрде жақсы жаққа өзгереді. Ертеңіміздің жарқын болғанын қаласақ, бүгінгі күннен бастап жақсы нәрсені ойлауымыз керек. Қазіргі таңдағы ойыңыз болашағыңыздың қандай боларына әсер етпек. Менен көбісі айналам негативті ойлайтын адамдарға толы болса, менің ойым қалайша позитивті болмақ деп сұрап жатады. Егер айналамда жағымсыз ойлы адамдар болса, мен жай ғана ішімнен сіз үшін солай шығар, ал мен үшін мүлде олай емес деймін. Кейде ойымды сыртыма шығарып та айтамын. Мұндай көзқарас негативті ойлайтын адамдар қаншама жағымсыз ойлар айтса да, менің жақсы ойда қала беруіме мүмкіндік береді. Дегенмен ондай ойдағы адамдармен араласудан қашқақтаймын. Неге мен әрдайым осындай жағымсыз ойға бергіш адамдардың арасында жүрмін деп өзіңізден сұраңыз. Басқаларды өзгерте алмаймыз, тек өзімізді ғана өзгерте аламыз. Біз іштей өзгерген сәтте басқалар да бұл өзгерісті байқайды. Ең маңыздысы санамыздағы ойларды өзгерту ғана. Уақытымыз қаншалықты тығыз, жұмысымыз қаншалықты қиын болсын, біз ойлауды тоқтатпаймыз. Сондықтан ойымызға тек өзіміз ғана әсер ете аламыз. Мен тілді қорымызда нейропептик сөзінің болғанын қалар едім. Біз сөйлегенде немесе ойлаған кезде біздің денемізде саяхат жасайтын химиялық хабаршыны ол осылай атаған екен. Біреуге ашуланып кінә таққан кезімізде түзелетін химиялық заттар иммундық жүйемізді күйзеліске ұшыратады. Бұл хабаршылар иммундық жүйемізді күшейтетін басқа химиялық заттарды жеткізеді. Дене мен ақыл-ой арасында тығыз байланыс бары баяғыдан белгілі. Енді мұны ғылым тағы бір дәлелдеп берді. Бұл байланыс ешқашан әлсіремейді. Әрбір ойыңыз денеңіздің әрбір жасушасына өз таңбасын қалдырады. Біз әр сәт сайын саналы, кейде санамыздан тыс пайдалы, кейде пайдасыз ойларға ерік береміз. Бұл ойлар ағзамызға әсер етеді. Әрине бір ғана ой көп әсер ете қоймас. Алайда күніне 60 000 түрлі ой ойлайтынымызды ескерсек, жинала келе, олардың үлкен әсер ететіні сөзсіз. Улы ойлар денемізді улайды. Ғылымға сүйенер болсақ, жағымсыз ойларға берілмеуіміз керек. Себебі олар иммундық жүйемізді әлсіретіп, денсаулығымызға кесірін тигізуі мүмкін. Мен, бәріміз бірміз, тең жаралғанбыз деген сөздің астарын ұзақ уақыт бойы түсінбей келдім. Бұл сөз маған еш мағынасы жоқтай көрінетін. Менің көргенім бай мен кедейлер
Әдемі мен ұсқынсыздар, ақылды мен ақымақтар, түрлі ұлт, түрлі нәсіл, сансыз діндер мен өмірге түрлі көзқарастар. Адамдар бір-біріне еш ұқсамайтындай көрінетін. Бәріміз теңдей жаралғанбыз деп қалай айта аламыз? Біртіндеп бұл сөздің мәнін түсіне бастадым. Түсінігімнің қалыптасуына әсер еткен автор әрі лектор Кэролайн Миске рахмет айтамын. Өздеріңіз көріп отырғандай ойларыңыз мен сөздеріміз бәрімізге бірдей әсер етеді. Нейропептидтер химиялық хабаршы денемізде бір нәрсені ойлаған не айтқан сәтімізде сол баяғы әдіспен хабар тасиды. Америкалық бол, Қытай не италиялық бол, жаман ой кез келген дене үшін зиян. Ашу ыза христиан, еврей яки мұсылман адам болсын бәріне теңдей кері әсерін тигізбек. Олардың барлығында нейропептидтер бірдей әрекет етеді. Кешірім мен махаббат бәрімізді емдейді. Жер бетіндегі әр адам денесін емдемес бұрын алдымен ішкі жан денесін емдеп жазуы керек. Бұл жолда біз кешірімшіл болуға және өзімізді жақсы көруге үйренуге тиіспіз. Дүниенің қай бөлігінде болсаңыз да бұл сабақтарды үйренбей кетуге болмайды. Әлде сіз қасарысып, өз ойларыңыздың дұрыстығын дәлелдеп бағудасыз ба? Әлде өзгені де өзіңізді де кешіруді үйренгіңіз келе ме? Өзіңізді жақсы көріп, байлыққа кенеліп, өмірдің бар рахатын сезінгіңіз келе ме? Бұл өмір сабақтары бәрімізге теңдей әсер етеді. Бәріміз бірміз. Барлығымыз тең жаратылдық. Махаббат бәрін емдейді. Сонымен дәл қазір қандай ойда отырсыз? Денеңізде нейропептидтердің қай түрі жүр? Ойларыңыз сізге зиянын тигізді ме, әлде көңіл күйіңізді жақсартты ма? Көпшілігіміз мәмілеге келудің орнына қолдан жасап алған өкпе ренішке толы қамауда отырамыз. Мұндайда біз өзгерді айыптаудан ештеңе өзгермейтінін ұмытып кетіп жатамыз. Кінәлаушы адам кінәлап отырған адамына қарағанда көбірек жапа шегеді. Ал айыптайтын ойларды тасушы нейропептидтер денеміздегі жасушаларды ақырын улай бастайды. Бір нәрсенің ақиқат екені аян өзімшілдігіміз бізді бағынышты әрі бақытсыз етеді. Нәпсі әрқашан не істеу керектігін айтып отырады. Тағы бір рет аса темекіні одан әрі шеге түс, тоқтама дейді. Алайда біз жай ғана денеден ойлар мен нәпсіден тұрмаймыз. Денемізге өзіміз иелік етеміз. Ойларды ойлайтын да өзіміз. Өзімізді құрметтеп жоғары бағаласақ нәпсіге ешқашан жол бермейміз. Ойлағанымыздан да көп нәрсеге қол жеткіземіз. Дәл қазір орныңыздан тұрып, мына кітапты қолыңызға алып, айнаның алдына барғаныңызды қалаймын. Көзіңізге тік қарап дауыстап былай деңіз. Мен өзімді жақсы көремін. Дәл қазіргі сәттен бастап өмірімде жақсы өзгерістер болады. Күнбе-күн өмірімді жақсартуға тырысамын. Мен өзіме сенімдімін және бақытты болуға лайықпын. Осы сөздерді 3-4 рет қайталаңыз. Арасында терең тыныстаңыз. Жақсы сөздер айтқан сәтте миыңызға қандай ойлар келіп жатқанын байқаңыз. Мұндай жаттығу сізге таныс. Енді жаман ойлар болса да, олардан көп күш салмай құтыласыз. Бұдан былай айнаға қараған сәтіңізде көзіңізге қарап тұрып, жақсы сөздер айтқаныңызды қалаймын. Асығып тұрсаңыз жай ғана мен өзімді жақсы көремін деңіз. Осы қарапайым жаттығулар өміріңізде үлкен өзгерістер әкелуі мүмкін. Маған сенбесеңіз тексеріп көріңіз.